Балалар, барлықтарына қайырлы күн. Бүгінгі күніміз сәтті өтсін. Бүгінгі біздің сабағымызды шаттық шеңберінен бастасақ. Сәлем саған жер ана. Сәлем саған достарым. Бақыт тілеймін баршаңа. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бәріміз жүрегімізге қолымызды қойып, отанымызға деген сүйіспеншілігімізді әнұран арқылы білдірейік. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ата заң тәуелсіздіктің тұғыры. Ата заң еліміздің ең басты заңы балалар. Ол біздің құқықтарымызды қорғайды және әр адамның міндетін көрсетеді. Бүгін ата заңның маңызы туралы келесіп, жаңа мәліметтермен танысатын балалар сіздермен бірге. Балалар, міне? Дұрыс айтасыздар. Ал біз қай елде тұрамыз, балалар? Дұрыс айтасыздар. Қазақстан Республикасында тұрамыз. Қазақстан біздің отанымыз, балалар. Әр елдің өз мемлекеттік рәміздері болады. Яғни ол елтаңба, әнұран және де әр елдің өзінің тулары болады, иә? Біз сіздермен осы жайлы толық танысатын боламыз. Балалар, елімізде барлық адамдар орындайтын ең басты заң бар. Бүгін біз сол заң туралы, яғни Қазақстан Республикасының Конституциясы туралы танысамыз. Балалар, мына жерде қызыл кітапты көрдіңіз ба? Бұл кітаптың аты, балалар, Конституция. Конституция біздің еліміздің ең басты заңы. Заң дегеніміз барлық адамдар орындайтын ереже. Балалар, осы Конституцияда балалардың құқықтары, адамдардың міндеттері, мемлекетіміздің ережелері жазылған. Мысалы, сендердің білім алуға, ойнауға, демалуға, дәрігерге қарауға, отбасында өмір сүруге құқықтары бар. Ал балалар, сендердің міндеттері үлкендерді сыйлау, достарымен тату болу, иә? Тағы да көптеген міндеттер осы кітапта бізде жазылған. Табиғатты қорғау, иә? Балабақша ережесін сақтау, көптеген міндеттер бар балалар. Балалар, менің қолымда да жүрген бар. Бұл жерде бізде көптеген тапсырмалар бар. Яғни әр ұяшықтың ішінде тапсырмалар жасалынған. Ол тапсырмалар мен сіздердің назарыңа қойып қойдым, балалар. Енді қазір бізде бірінші топқа береміз. Қай ұяшық жүреді, сол ұяшық тапсырмаларын орындайды. Кез үйді сәйкестендір. Балалар, сіздер алдарда кез үй бар. Сіздер осыны мынамен әзірлейсіздер. Тапсырманы баста бересіздер болады, балалар. Тапсырмаларымыз аяқта болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін мен сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Балалар, бүгін біз не жайында әңгімелестік? Рәміздер жайында, иә? Заң жайында, иә? Балалар, кішкенеміздің рәміздерін атайықшы. Балалар, сіздердің ойнауға құқықтарыңыз бар, иә? Дәрігерге қарауға сіздерге құқықтар бар ма? Дұрыс айтасыздар, бар. Біреуді ренжітуге құқықтар бар ма? Дұрыс айтасыздар, жоқ. Ой, сау болмайды, иә? Дұрыс, қорғау мақсатында. Дұрыс, балалар. Және де міндеттерімізді есіңізге түсірсек, енді біздің міндеттеріміз бір-бірімізбен дос болу, иә? Бір-бірімізге көмектесуіміз қандай міндеттеріміз бар? Ата-анамызға дұрыс, олай болсын, иә, дос боламыз. Дұрыс, балалар, көмектесу керекпіз. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды, балалар. Сабақ түсінікті болды сіздерге. Алдағы уақытта тағы біз балалар толығынан көп өте боласың деп тақырыптар, ма? Гүлжандар.